Армысыздар, ардақты ағайын. Жамбыл телеарнасында арнайы жоба. Жеңіс, ерлік, даңқ. Бір-бірімен байланысқан осы үш ұғым ұлы жеңістің тұғырын биіктетіп тұр. Жамбыл облысының жылнамасында биыл бірінші рет жеңіс күні жаңарған түрленген сәулеттік келбеті салтанат құрған жеңіс саябағында тойланды. Тамсанатын да, таң қалатын да жағдай. Небәрі 34 күннің ішінде саябақ 100% жаңа келбеттеніп, ішінен ерлік мемориалдық кешені бой көтерді. Бүгінгі хабарымызда осы кешеннің жаңа келбеттенгенінің куәсі боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар, бірге көрейік. Міне, саябақтың кіре берісіндегі Ілияс Жансүгіров көшесіне тағы бір жолақ қосылып, ұзындығы 750 метрге дейін ұзартылды. Ал Қонаев көшесімен тура саябаққа кірер аралыққа дейінгі жол қайта жөнделді. Байқасаңыз, бұрын бұл жол өте тар, бір ғана көлік сиятын еді. Ал қазір кеңейген. Ені 7 метрді құрайтын жол 12 метрге дейін ұлғайтылды. Бұған қоса тұрғындардың қазір мұнда еркін жүріп тұру үшін ені 2,5 метрді құрайтын дәл осындай тротуарлар қосылды. Ал небәрі 2 аптаның ішінде 10 мың шаршы метр жерге асфальт төселді. Атқарылған ілкімді істер бұл ғана емес. Есіңізде ме, осыдан бір ай бұрын мұнда ескі жарық шамдар бар еді. Жарықтың аздығынан кешкісін жаяу жүріп серуендеудің өзі қиын еді. Ал қазір мынаны қараңыздар. Жаңа темір қондырғылар орнатылып, оған диодтық шамдар қойылып, саябақтың сәулеті арта түскендей. Ал мынау жаңа кейіпке бөленген жеңіс саябағының кіре берісі. Мұнда орналасқан қақпас беттес 2 арка мәрмәрден тұрғызылған. Ал алыстан мен мұндалап тұрған рухты жазу көзге бірден түседі. Ерлік елге мұра, ұрпаққа ұлағат. Біздің бүгінгі хабарымызға арқау болып отырған ерлік мемориалдық кешені де осы қақпадан басталады. Әрине, осы ретте жұртшылыққа түсінікті болу үшін айта кеткеніміз жөн. Кешеннің сыртындағы жазуға қарап, саябақтың атауы өзгерді деген қате пікір. Саябақтың заты өзгергенмен аты сол қалпында. Бауыржан Момышұлы атындағы Жеңіс саябағы. Ал ерлік мемориалдық кешені болса, саябақтың ажарын ашқан ажырамас бір бөлігі. Қос қақпаның биіктігі 8 метр, ал ені 13 метрді құрайды. Ішкі және сыртқы қаптаулары травертин тастарынан жасалған. Тағы бір ерекшелігі, мұнда күзетшілердің мүсіні сомдалған. Сондай-ақ түсінің өзі асқан талғампаздықпен таңдалған. Яғни ашық түс ерекше әсер береді. Сонымен сән салтанаты келіскен кешенге қош келдіңіздер дейміз. Ал біз ғарыштық жылдамдықпен ғажайып кескін келбеттегі кешенді таныстыруды бастаймыз. Кешенге кіре бергенде мына 2 жазу көзге оттай басылады. Сонау сұрапыл жылдардың уақыт өлшемі 1941-1945. Осы аралықта қаншама бала әкесіз, қаншама әке баласыз қалды. Ойландырады, толғандырады. Сол жылдар қайта келмесе екен деген ой көңілге дем береді. Соғыс жылдарында суреттеген жазулар биіктігі 50 сантиметрлік тот баспайтын темірлерден жасалған. Ал түбі монолит бетонмен бекітілген. Саябаққа келген кез келген тұрғын соғыс жылдарының сұмдықтарын жадында бір сақтап алары сөзсіз. Ал мына біз тұрған аяқ астындағы брусчатка жолдардың барлығы жаңадан төселген. Жалпы аумағы 16 мың шаршы метрді құрайды. Ерлік мемориалдық кешеніне басқан әрбір қадамымыз сонау жылдардан сыр шертеді. Мұнда орналасқан әрбір ескерткіштер асқан шеберлікпен, дәлдікпен һәм ыждахаттылықпен жоспарланған. Бірін-бірі толықтырып тұратын үйлесім тапқан. Бұған дейін қаланың әр бұрышында шашыраңқы орналасқан жеңіс символдары бір кешенде тоғысты. Соның бірі 30 жылдардың негізгі көрінісі мына мәңгілік алау. Бұл жай жеткізілген жоқ. Тура 9 мамыр күні барлық сән салтанатымен арнайы көліктермен жеткізілді.
Алдымен бұрынғы мәңгілік алау орналасқан жерге қала тұрғындары жиылып тағзым етті. Отты жылдардың басты символын соғыс ардагері Әмірбек Сәрсенбиев тұтатып, оны оңтүстік өңірлік қолбасшылығының жауынгеріне табыстады. Алауды аялап ұстаған әскерилер қала көшелерімен шерулетіп, арнайы көліктермен басты мереке өтіп жатқан Жеңіс саябағына жеткізді. Бұл жерде ресми салтанатпен ерлік мемориалдық кешенде орналасқан 5 жұлдызды жаңа тұғырына келінді. Жаңа саябақта соғыс ардагерлері бастаған 8 мыңға жуық жұрт осы сәттің куәсі болды. Ал алауды жаңа орнына Ұлы Отан соғысының ардагері Иван Макеев пен Жақсыбай Тәжібаев тұтатты. Ерліктің, даңқтың, жеңістің, өшпес естеліктің символы мәңгілік алау осылайша өз орнын тапты. Енді бұл алаңға батырлардың ұрпақтары әр сәт келіп, тағзым етіп, гүл шоқтарын қойып еске алмақ. Сұрапыл соғыстың майдангерлерін осы мәңгілік алауда еске алу, оның маңыздылығын өскелең ұрпаққа түсіндіру біздің ортақ борышымыз. Кешенді аралаған сайын сәулеттік композиция шарықтау шегіне шыға берді. Ерлік мемориалдық кешеннің басты символы болып, Батыр Баукеңнің саябақтың қақ ортасынан орын алу болды. Орта Азия жауынгерлерінің рухына айналған даңқты жерлесіміз Бауыржан Момышұлының еңселі ескерткіші тұғырға қойылды. Орай келгенде айта кетейік, талай жыл театрдың алдында түсініксіздеу тұрған Айбынды Сардардың сом мүсіні орнын енді тапқандай. Бұл пікірді біз емес, кешегі мерекеге жиналған Жамбылдың жұрты ерекше ықыласпен, құрметпен жеткізді. Нағыз идеологияның тапқыр шешімі болғанын айтып, дөп түскен тура шешімге ризашылықтарын білдірді. Мүсін мәрмәрден қаланған. Тау баласының тауға қарап тұрған тау тұлғасы саябаққа келген кез келген жанға дем беріп, рухын асқақтатары ақиқат. Батыр Баукеңнің еңселі ескерткішінің қос қанатында осы секілді екі бөліктен тұратын батырлар аллеясы орналасқан. Мұнда Кеңес одағы батырларының 48-нің есімі тасқа қашалып жазылған. Ал қабырғалардың ортасында Кеңес одағы батырларына берілетін қызыл жұлдыз орнені пішінінде. Биіктігі жерден санағанда 3 метр, көлденеңінен 5 метрден асады. Тарихи кешеннің келбетін ашып тұрған бұл монумент Таразда тұңғыш рет бой көтеріп отыр. Ерлік ешқашан ұмытылмайды. Бұл аксиома. Ерлік мемориалдық кешеннің осы тұсын аралап жүріп, қанатсыз, еріксіз ойға оралады. Жан жағымызда майданға аттанған жауынгерлердің есімі қашалып жазылған мәрмәр қабырғалар. Жамбыл облысынан майданға 100 мыңнан аса жауынгер аттанған. Бұл солардың есімдері. Бұған дейін небәрі 60 мыңдай ғана есімі белгілі болса, қазіргі уақытта бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, түрлі сайттар арқылы облыстық әкімшілік арнайы комиссия майдангерлердің бүгінгі ұрпақтарына хабар беріп, қайта жинақтады. Қазіргі уақытта 6 колоннада 105 мыңнан аса майдангердің есімі қашалып жазылған. Айта кететіні өздеріңіз көріп отырсыздар, мына жазулардың арасындағы бос орындардың тұруы да тегін емес. Өйткені алдағы уақытта іздеу, жинақтау жұмыстары жалғасады. Жаңадан табылғандардың осы бос орындарға есімдері қашалып жазылады және бұл мәрмәр монументтердің әр бөлігінде Тараз қаласынан бастап, әр ауданнан майданға аттанған жауынгерлердің тізімі табылады. Яғни бүгінгі ұрпақтары мыңдаған тізімнен адаспас үшін қолайлы жағдай қарастырылған. Ал мынадай текпешектер гүл шоқтарын қойып, бабалар рухына тағзым етуге арналған. Бұдан бөлек, байқасаңыздар, айналада 3000 адам еркін тұрып, сахнадағы көріністерді тамашалай алатын орын жасақталған. Оның өзінің де ерекшеліктері бар. Мұнда тұрған кезде күн сәулесі бетіңізге түспейді. Түрлі әскери патриоттық қойылымдарды еркін көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Алғашқы шара 9 мамыр күні өтті. Дәл осы сахнада соғыс жылдарын бейнелейтін қойылым болды. Тағы бір айта кететін нәрсе,
әскери патриоттық қойылымдарды оркестрсіз елестету мүмкін емес әрине. Идея авторлары бұл жерде де мүлт кетпеді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жерден 1 метр биіктікте осындай оркестр мен хорға арналған шағын сахна орналасқан, және мұндай екеу. Арғы бетінде де тура осындай шағын сахна бар. Қолайлы, ыңғайлы дегеніңіз осы болар. Тарихи кешенді таныстыруды ары қарай жалғастырамыз. Тағы бір назар аударатын жаңалық. Ерлік мемориалдық кешенінің өз сахнасы бар. Батыр Баукеңнің ескерткішін қоршай жатқан алаңшада әскери патриоттық түрлі қойылымдар өтеді. Атаулы шаралар ұйымдастырылады. Одан бөлек саябақтың сәні мен салтанатын арттырған, осында келіп демалушылар отыратын орындықтар, күл қоқыс тастайтын жәшіктерге дейін аса бір талғаммен жасалған. Ал жақын күндері мұнда барлық кешен аумағын қамтитын бақылау бейнекамералары орнатылады. Бұл да қоғамдық орындағы азаматтарға жайлылық жасау мақсатында атқарылған істердің бір парасы. Сән артқан саябақ жасыл желекпен көмкеріле түсті. Мұнда өздеріңіз көріп тұрғандай 700-ге жуық ағаштың 7 түрі отырғызылған. Олар үйеңкі, аққайың, аларша және тағы да басқа түрлері. Осы ретте айта кеткен жөн, мұнда тек ретсіз талдарақтар кесіліп, ағаштар бұталған. Сондай-ақ 148 мың түп осы секілді гүлдер отырғызылған. Олар 12 куб мәрмәр тастармен көмкеріліп безендіріліп отыр. Егер осы көріністі жоғарыдан тамашалайтын болсаңыз, қазақтың ұлттық ою өрнегі бейнесіндегі керемет көріністің куәсі боласыз. Міне керемет. Бір қызығы, мұнда ағаштар мен гүлдерді суғару үшін адам күшінің еш қажеті жоқ. Қалай деп отырған боларсыз? Оның да өз жолдары ойластырылған. Яғни саябақ іргесіндегі Үшбұлақ каналынан осында жер асты құбырлары 7,5 километр тартылған. Керек кезінде мерзімі бойынша гүлдерді автоматты түрде суғаратын болады. Мұның барлығы небәрі 30 күннің ішінде жасалған жұмыстар. Осымен бір айдың ішінде бой көтерген ерлік мемориалдық кешенімен толық танысып шықтық десек қателеспейміз. Бүгінгі біздің хабарға арқау болған бір ғана кешеннің өзі ауқымды жұмыстың бірінші кезеңі. Яғни бүгін біз тек Ұлы Отан соғысына қатысты сәулетшілік құрылыстың жарқын жұмыстарымен таныстық. Болашақта бұл кешен бұдан 10 есе көркейіп кереметтене түспек. Оны саябақта орналасқан мына эскиздік жобадан анық көруге болады. Бас жоспар бойынша бұл жер алдағы уақытта тарихи Тараздың ең айтулы орындарына айналады. Қазір ғана өздеріңізбен таныстырған ерлік кешенінен бөлек тыл соғыс ардагерлерінің кездесуін ұйымдастыру үшін мұражай бой көтермек. Саябақта жастарға патриоттық тәрбие беруге бағытталған қару-жарақ техникаларынан интернационалист жауынгерлерге арналған мемориал орнатылады. Бұрындары саябақта орнатылған ауған соғысы, Семей ядролық сынақтар және Чернобыль атом электр станциясы апаттарына қатысушыларға арналған ескерткіш орны ауыстырылады. Нысанның келбеті қайта өңдеуден өтеді. Бір кешеннің өзін аралап, танысып, түсініп, түйсініп қайтуға біршама уақыт кетеді. Шаршаған жоқпын, шабыт алдым, рухтандым, бабалар күшін сезіндім. Идея авторларының да көздегені осы болса керек. Өңір басшысы Асқар Мырзахметов осыдан бір ай бұрын дәл осындай кешен ашамыз. Онда жеңіс күнін тойлаймыз дегенде біреу сенді, ал біреулердің күмәнмен қарағаны да жасырын емес. Алайда көз қорқақ, қол батыр деген. Білікті басшы талабын орындата білді. Нәтижесінде өздеріңіз қазір көріп тұрғандай мәдени рухани саябақ бар сән салтанатымен бой көтерді. Бір айда 300-ге жуық жұмысшы, 50 техника, 8 компания күні түні тынбастан еңбек етті. Жемісті еңбектің нәтижесі қазір сіздердің көз алдарыңызда. Бұның барлығы батыр бабалар рухы үшін, өскелең ұрпақ үшін жасалған дүние екенін бәрі түсінді. Еңбегі еленген құрылысшылар да ұмыт қалмай, облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Ал нағыз марапат ол жамбыл жұртшылығының ризашылығы.
билік пен бұқараның біте қайнасқан бүтін дүниесі осындай болса керекті. Алдағы жұмыс бұдан да ауқымды, өзекті. Сөз соңын Батыр Баукеңнің баталы сөзі тәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деп аяқтасақ.